Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы зертханадағы техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу. Балалар, зертханалық техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау әрбір студенттің міндеті. Өйткені зертханада біз түрлі қышқылдармен, негіздермен жұмыс істейміз. Олар өте қауіпті. Сондықтан бізде зертханалық жұмыстың тәртібін сақтау керек. Сіздер зертханалық жұмыс жасағанда өте абай болуларыңыз керек және ұқыпты болуларыңыз керек. Зертханалық жұмыстарды тек нұсқаулық бойынша жасауларыңыз керек және мұғалімнің бақылау астында болуларыңыз керек. Түсінікті ме? Ондай болса, зертханалық қауіпсіздік ережелерімен танысайық. Зертханадағы техникалық қауіпсіздік ережелері. Зертханада жұмыс жасау барысында улы, жарылғыш және де өртке қауіпті заттар кездесетінін ескеру қажет. Практикумның жұмыс барысында алдымен студент зертханалық жұмыстың барысымен танысуы қажет. Егер де зертханалық жұмыстың техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныспаған жағдайда студент жұмыс барысына жіберілмейді. Сонымен қоса зертханада ең алдымен тыныштық, тазалық және де реттілік сақталуы қажет. Зертханада жұмыс жасау барысында тазалық, тыныштық және де сақтық сақталуы қажет. Егер де ретсіздікпен және де асығыстықпен жасайтын болса, жұмыс дұрыс шықпауы мүмкін және де қайғылы жағдайға алып келуі мүмкін. Сондықтан да зертханалық жұмыс жасап жатқан студентті сыртта мазалауға және де бөтен адам кіруіне тыйым салынады. Сонымен қатар зертханада су, тамақ ішуге тыйым салынады. Сонымен қоса газ және де су, электр құрылғыларымен жұмыс жасаған кезде оларды міндетті түрде өшіріп, тоқтан ажыратып жүру қажет. Раковинаға қышқыл сілтілерін немесе сілтілердің ерітінділерін және де өртке қауіпті бейімделген ерітінділерді құюға болмайды. Оны арнайы стеклянный қоқыс ерітінділерін жинауға арналған стеклоға құятын боламыз құтыға. Раковинаға қағаз, құм, қатты қалдықтарды тастамаймыз және де жұмыс барысын бастайтын кезде міндетті түрде оқытушының рұқсатымен бастаймыз және де бірінші лабораториядан екінші лабораторияға лаборанттың рұқсатынсыз реактивтерді тасуға болмайды. Және де электр ақаулары немесе су құбырларында және де аналитикалық таразда кез келген бір ақау болатын болса, оны лаборантқа айтып ескерткен дұрыс болады. Жұмыс орнын тазалықта міндетті түрде ұстап отыру керек және де бір кез келген пробирканы ысытқан кезде оны өзіне қаратпау керек, немесе басқаларға да қаратпау қажет және де оны жақындап ішіне қарауға немесе иіскеуге де болмайды. Және де жұмыс барысын жалғыз лаборатория, жалғыз өзің істемеуіміз керек. Және де жұмыс орны бітіргеннен кейін лабораторияны міндетті түрде су көздерін немесе тоқ көздерін өшіріп, бәрін тоқтан өшіріп кету қажет. Келесі қауіпсіздік ережелері бойынша таныстырып өтетін болсам, өрт сөндіруге байланысты газ құрылғыларын немесе электр тоқ көздерін өрт болған жағдайда сөндіру қажет, алып тастау керек. Келесі оттан тез тұтанатын заттарды алып тастау керек. Өрт шыққан жағдайда және де құммен сөндіру қажет. Келесі қауіпсіздік ережелері: өрт шыққан жағдайда газ құрылғылары мен электр тоқтарын көзден ажырату керек. Оттан тез тұтанатын заттарды алып тастау қажет және де өрт шыққан жағдайда құммен сөндіру қажет. Келесі кезекте бізде жарылғыш заттармен жұмыс жасау барысында сақтау керек техника қауіпсіздік ережелері. Ең алдымен жарылғыш заттармен жұмыс жасамастан бұрын нұсқаулықпен танысып, заттардың жарылғыштық қасиеттерін зерттеп алу қажет. Келесі кезекте бізде зертхананы жүргізу барысында студентте міндетті түрде қорғаныс құралдары, яғни маска, халат, көзілдірік, керек болған жағдайда шлем қолданылады. Және жарылғыш заттармен реакциялардың барлығы тартпа шкафтың астында жасалуы қажет. Және өрт шығатын реакцияларда, яғни жарылғыш заттармен, газдармен жұмыс жасау барысында міндетті түрде оларды аз мөлшерде алу қажет болады. Өйткені көп отынды жұмсап жіберуіміз мүмкін. Егер реакция жүргізу барысында жарылғыш заттардан қауіпті ситуация туындаған кезде, оны зертхананы дер кезінде тоқтатып, оны оқытушыға мәлімдеу керек болады. Келесі бізде электр тоғымен жұмыс жасау тәртібі. Бізде көбінесе органикалық практикумда механикалық араластырғыштар, кептіргіш шкаф, термостаттар және де электр жылжытқыш құралдар көп қолданылады. Жалпы бізде электр тоғы адамның организміне екі типті әсер етеді. Біріншісі ол электрлік соққы, одан кейін электрлік күйік. Бұл келеңсіз жағдайлар бізде көбінесе дұрыс жасалмайтын жұмыс және де жұмыс барысында дұрыс оқшауланбаған, бекітілмеген электр құрылғыларын су қолмен немесе дымқыл қолмен ұстау нәтижесінен туындайды. Ең алдымен бізде зертханада барлық электр құрылғылары дұрыс жабылған және де бекітілген болуы қажет. Ал жұмыс жасалып болғаннан кейін бізде барлық электр құрылғылары тоқ көзінен алынуы қажет.
келеңсіз немесе жазатайым жағдайларда бірінші көмек көрсету. Бізде зертханалық жұмыста отпен, бумен немесе ыстық заттармен жұмыс жасаған кезде біздің терімізде бірінші, екінші және үшінші дәрежелік күйік пайда болуы мүмкін. Бірінші дәрежелік күйік кезінде біз күйікті таза және салқын сумен 10-15 минут бойы шайып жуамыз. Екінші дәрежелік күйік кезінде бізде терімізде көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда біз көпіршіктерді жармай, оны салқын суда 15-20 минут ұстауымыз керек, және күйік жерді таза стерилді матамен жауып қойсақ болады. Үшінші дәрежелік күйік кезінде біз дереу дәрігердің көмегіне жүгінуіміз керек. Қышқылмен немесе сілтімен күйген жағдайда біз күйік орнын тағы да сумен залалсыздандырып, ағын судың астында ұстауымыз керек. Және де бізде қышқылмен немесе сілтімен көзіміз күйген жағдайда көзімізді дереу шайып, дәрігерге жүгінуіміз керек. Келесі жағдайлар бізде улану. Улану барысында біз дереу у шығып жатқан бөлмеден шығып, дәрігерге жүгінуіміз керек, немесе жақын медициналық орынға баруымыз керек. Бүгінгі зертханалық жұмысымызда қауіпсіздік ережелерімен толықтай таныстық. Алдағы зертханалық жұмыстарды жасау барысында осы қауіпсіздік ережелерін есте сақтап, әр жұмысты мұқияттылықпен жасауларыңызды сұраймын.